Баршаға сәлем, кешкі тамағымды ертерек бастадым. Біздің жақсы көретін тамақтарымыздың бірі ол палау, өзбектердің ұлттық тағамы. Барлық керектерін ашып жуып алдым. Және де мен палауға перец қосамын. Дәмі кішкене өзгеше дәмдірек болады. Барлығын турап алдым да, майымды құйып, әсіресе қарамай құйсаңыздар осындай өте дәмді шығады палау. Атын білмей тұрмын, білсеңіздер жаза кетсеңіздер болады. Және де мен ішек қосамын осындай палауға. Тұзын салып, қызартып қуырып аламын. Сосын жуасын, сәбізін салып, қызартып тағы кішкене қуырамын да, суын құйып, қайнатып қойып қоямын. Кешкі тамаққа қосымша және оливья салатын жасайын деп, керектерін қайнатып пісіріп алдым. Астын өшіріп, балаларды алып шықтық. Далаға шықсақ, қыстың алғашқы күндері осындай қалың қармен басталып жатыр екен. Сіз жақта да қар жауды ма? Балаларды приемға алып шықтық. Бірінші, екінші балада нормальный барасын уақытылы. Үшінші, төртінші балада қалып кетеді екен ғой. Сөйтіп папамыздың аяқ киімін тіктіруге тастап кеттік. Таксимен больницаға келдік. Салмақтарын өлшедік, бойын өлшедік, барлығы жақсы. Ақсезім 7 айлық, 8 килограмм шықты. Бойы 73 сантиметр. Сосын қорға байланысты прививка алдық. Ал сіздер де алдыңыздар ма балаларыңызға?